Бірінші тік параллелепипедтің табаны диагоналдар 6 сантиметр және 8 сантиметрге тең ром дейді. Бүйір жағының диагоналы 13 сантиметрге тең. Параллелепипедтің толық бетінің ауданын табу керек. Есептің шарты түсінікті ма? Тек параллелепипедтің табаны қандай фигура? Ром. Бірінші сызбасын саламыз. Берілгені қандай параллелепипед? Тік параллелепипед. Тік бұрышты емес, тік параллелепипед. Ары қарай табаны АБЦ-ды не? Берілген өздерің айтып тұрыңдар, не деп жатырсыңыз? Ары қарай не жазамыз? АЦ тең диагоналдар ғой. АЦ тең 8 сантиметр, БД тең 6 сантиметр. Ары қарай А нені? АД1 тең 13 сантиметр. АБ1 неге тең болады? Егер АД1 13 болса, АБ1 неге тең болады? Ол 13-ге тең болады ма? Неге? Нелер тең болады? Бүйір жақтардың барлығы бір-біріне тең, төрт бұрыштар. Дұрыс айтасың. Биіктіктері бәрі бірдей. Сондай ма? Бүйір қырларының бәрі бірдей. Ромбының барлық қабырғалары тең. Сондықтан мынау бүйір жақтардың барлығы төрт бұрыш болғандықтан олардың қабырғалары ұзындықтары мен ендері тең болғандықтан олар тең төрт бұрыштар. Сондықтан кез келген біреуінің бүйір жағын бір түзсақ болады. Енді табу керек нені? С толық бет. Шешуі. Енді толық бетін табу үшін біз не істеуіміз керек? Бүйір бетіне екі табанның ауданын қосамыз. С толық бет тең С бүйір бет қосылған 2С табан. Ары қарай ең оңай бұл жерде табасың. Табанның ауданы. Дұрыс айтасың. Табан ромб болғаннан кейін
тең неге 8 көбейтілген 6 бөлінген 2 тең дұрыс айтасың 24 сантиметр квадратты жақша алып қояйық. Бұл түсінікті, табандар бар, мына жерге қойылатын нәрсе. Енді бізге бүйір бетін табу керек. Бүйір бетін табу үшін не істейміз? Бүйір бетін табу үшін не істейміз? Жоқ, бірінші бүйір бетін табу үшін қандай форманы пайдаланамыз? Ненің периметрі? Табанның периметрі А, Б, С-ді көйтеміз. А1-ге дұрыс биіктігіне көйтеміз. Бүйір қырына. Бүйір қыры биіктік болып табылады. А1 бізде бар ма? Периметр бар ма? Жоқ. Ең бірінші периметр табылайық. Жаңағы олжас не айтып жатыр? Нені пайдаланамыз? Дұрыс. Ол параллограммның формуласы. Санаймын ба? Бұл жерде екі қабырғасы да тең. Сен параллограммның қабырғаларының квадраттарының қосындысы, диагоналдардың квадраттарының қосындысының жартысына тең деген форманы пайдаланып жатсың ғой. Бұл жерде ромбтың барлық қабырғалары тең болғандықтан оған басқа формуланы қарастыруға болмай ма? Мынау АС оңайырақ та, даже ауызша тауып кетуге болады. АС, БД, мынау диагоналдардың теңдесі О десек, мынау АД, О бұрыш туралы не айтуға болады? Тек бұрыш. Үш бұрыш. АД, О тек бұрышты. ДОА 90 градус, мынау бұрыш 90 градус. Мынау бұрыш 90 градус. АО неге тең? АО атасының жартысы 4 сантиметрге тең. ДО неге тең? 3 сантиметрге тең. Бұдан сұрақ АД неге тең? 5 сантиметр. Яғни Пифагор теоремасынан оңай шығады. Периметр неге тең болады? Ромбының қабырғасы 5-ке тең болады. Периметр тең 20 сантиметр. А1 бар ма бізде? А1 жоқ. Бірақ бізде А1 бар. Ол 13-ке тең. А1. Арғай АД бар. Ол 5-ке тең. 12 болады, дұрыс. Нені пайдаландық бұл жерде?
Қандай үш бұрышты? А, Д, Д1 тік бұрышты үш бұрышын пайдаланып, біз Д1-дің Пифагор теоремасы бойынша 12 сантиметрге тең болатындығын табамыз. Солай ма? Мынау көрмей жасайтыныз солар. Енді барып не істейміз? Мәселені орнына қоямыз. С бүйірге тең 20 көбейтілген 12 қанша болады? 240 сантиметр квадрат. Бірінші S табан, S толық бет деген формула қоятын болса, 240 плюс не 2 көбейтілген S табан қанша